Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар? Соңғы бір-екі аптада менің видеомның төменгі пікіріне көптеген адамдар неге сен үнемі жапондықтардың көліктерін шолу жасай бересің? Неге басқа көліктер жоқ па? Немістердің немесе Кореяның көліктері жоқ па деген сияқты көптеген сынға алған болатын. Сол себепті бүгін сіздердің сұрауларыңыз орындалуда. Кәрістердің суыда сымбатты еліктің лағындай болған Hyundai Elantra 2018 жылға тамашалаймыз. 2018 жылы бұл көлік Қазақстандық Сарыарқа автопромында құрастырылған. Жалпы бұл көліктің сыртқы жағына қарайтын болсақ, реңді көрікті бір ажарлы көрінгенмен біршама сұрақтар бар. Hyundai Elantраның 6-шы буындағы осы шанақты жалпы немістер проекция жасалған. Қарап тұратын болсаңыздар, алдындағы торы i40-тікі, мына шамдарына қарайтын болсақ Mazda 3-тікі, ал сыртқы ажарына жалпы бейнесіне қарайтын болсақ Volvo компаниясының көліктеріне өте ұқсас. Менің түсінбеген Hyundai компаниясы неге басқа бір немістің идеологиясы немесе немістің бір өзінің қол таңбасымен бір машина шығаруды ұйғарды. Мен түсінбегенім 2011 мен 2015 аралықтағы 5-ші буындағы Elantраның шанағы қандай, керемет еді. Әлемде өзінің көркімен бара болған керемет шанағы бар. Elantra еді, осы шанақтың енді сыртқы дизайны мүлдем басқа. Ал көлікті біз қырынан қарайтын болсақ, агрессивті әдемі бір түрі бар. Сіздер байқайсыздар ма, Elantраның осы шанағы алдыңғы шанаққа қараған кезде түрі әдем болғанмен есте мүлдем қалмайды. Жан-жағыңа бір-екі рет қарап қайтып қарайтын болсаң, есіңе түсіре алмайсың. Ендеше көліктің артқы жағына келетін болсақ, артқы жағы мына жерде ешқандай тетігі жоқ, ашылатын. Алдынан бассаңыз болады тетік арқылы, немесе осы пульт арқылы былай басып ашсаңыз болады. Жалпы бұның ауқымы қатты кең емес, 458 литр сыйымдылығы қатты кең болмаса да, S-класстағы көлікке бұл жарайды. Барлығы ұқыпты, барлығы өз орнымен орналасқан. Мынаның астында қосалқы бөлшек дөңгелектері бар. Сол баяғы ескі пенопласттан осылай жасап қойған. 10 жыл өтсе де бұл көлікте шыны керек шумоизоляциясы дым жоқ, мүлдем жоқ деп айтсақ та болады. Мен түсінбеген мынау не белдік? Нәрселік қоя ма, тағап қоя ма, жаңа технология ма, қатты түсіне алмадым. Бірақ осындай белдік ұйымдастырып қойыпты. Мына жерде ең қолайлысы далада тұрып мына тетікті тартасыз. Сосын мына тетікті тартасыз да мына орындықты артқа қарай жылжытып жалпағынан отырсаңыз болады. Міне енді ішіне кіремізді. Осы орындықтарды осылай түсу арқылы артқы жүк салғышты осындай кеңейтуге болады. Ана жағында түсіруге болады. Мына жерде енді тіп-тіке болмаса да 10 см аралығында бар. Бірақ сонда да мына жерде шаңыңыз салсаңыз да, басқа жүгіңіз салсаңыз да, әрине қолайлы айтыңыздаршы. Так, көліктің артқы жағына келетін болсақ, не үшін мен мына жерде жүргізушінің артына отырмадым, сәлден соң айтамын. Мен мына жерде отырмын. Қарасаңыздар, мына басым тақалып тұр. Бойым 1,85, енді қатты ұзын емеспін. Өзімді бір қысылып, бір емін-еркін емес, жайсыз сезініп отырмын. Мына жерде басым тимеу үшін төмен қарай сырғып, былай жатуым керек. Сосын мына жерде шында қоятын жерлер бар. Әйтеуір бұның болғанда да Құдайға шүкір. Өндірушілердің айту бойынша бұның артқы жағы 3 адамға арналған деп айтады. Бірақ менің ойымша 2 адам ыңғайлы емін-еркін отырады, 3 адам тарлық етеді. Енді мына орындығына келетін болсақ, қатты. Әйтеуір ұзақ жолға жүруге жарайтын шығар. Көреміз оны. Көліктің алдыңғы капотын ашып көрсек, мынандай бір кішкентай өте арзан тиеуші бар. Мына жерге бір 1000 теңгелік Жигулидің қарапайым амортизаторын сап қойса болады ғой. Көлік не дегенмен бір 7 миллион тұратын көлік болғандықтан мынандай тетігі болған үшін минус. Сау көліктің қозғалғышы туралы айтатын болсақ, қарапайым Донс моторы
16 клапанды. Жалпы 128 аттың күші бар. 6 адымды қорабы. Қатайдан ештеңе жоқ. Қозғалтқышы өте сенімді. Қозғалтқыштың қатарына жатады. Ары қарай кеттік. Көліктің алдыңғы шетіне отырып, салоны туралы біраз әңгімелесек. Жалпы салоны меніңше өте жақсы жасалған. Ол жердегі дизайны, ол жердегі көркі өте керемет жасалған. Себебі немістер бұл жерде проекциясын сызған ішіндегі салондағы. Бірақ пластиктерді көрдіңіздер ме, қандай қатты? Өте сапасыз, ұсқынсыз пластик. Көлік 7 миллион теңге тұрады. Мына жердегі пластик қандай қатты, сапасыз, арзан екенін байқап тұрсыздар ма? Жалпы ары қарай кеттік. Көліктің мына жағына қарайтын болсақ, көп адамдар бұны байқай бермейді. Көп көліктерде мына жерінде былай кеткен, қолға былай қоюға ыңғайлы бір жері бар. Мына жерде қарасаңыз тіке кеткен, ешқандай адамның шынтағын қоятын ешқандай жер, бөлік, бір ауқымды аймақ жоқ. Баяғы 80-ші жылғы Волгалардың өзінде бар ғой. Volvo'ларда да бар. Жалпы Hyundai Elantраның 6-шы буынында осындай көліктердің 3 комплектациясы бар. Classic, Comfort, Elegance деген. Мына Comfort комплектациядағы. Соған қарамастан мына жерге қараңыздаршы. Мына жердегі кішкентай мониторды. Қытайда арзан, судай арзан мониторлар бар ғой. Үлкен қылып жасап қоятын болса қандай керемет болатын еді. Тесланы қараңыздар, басқа Volvo автокөліктерін қараңыздар. Мына жерде үлкен монитор болады. Жалпы бір арзан комплектациядағы машина емес, айтып тұрмын ғой, 7 миллион теңге тұрады қазіргі нарықта. Ұрылмаған, соғылмаған 2018 жылғы Elantra ала алатын болсаңыз, қалтаңыздан 7 миллион теңге шығарып беруге дайын болыңыз. Енді 7 миллион теңге берген адамға кішкене болса да, енді қатты комфорт болса да, аздап комфорт беру керек қой. Мына жерде қандай монитор, кішкентай бір қанша бір 5 дюймдік шыға ма мына жерде. Енді машинаның ішінде қатты айтатындай қатты ештеңе жоқ. Енді көлікте қандай бір функциялар бар қосымша. Мына жерде 12 вольтты қуаттағыш жері бар, мына жерде AUX салатын жері бар. Мына жерде бір алдыңғы 2 орындықты астынан ысытатын жері бар. Суық жел ұратын жері бар, пеші бар. Жалпы бұл көлікті енді қазіргі таңда адамның өміріне қажетті барлық зат бар. Қазіргі таңда Hyundai Elantra автокөлігі елімізде өзін жақсы сезініп тұр. Toyota Corolla'дан кейінгі екінші орын алады өз сегментінде. Бұрын біз кореялық автокөлікті не үшін жақсы көрдік? Бұрын қолжетімді және ішінде барлығы бар етін. Кондиционері бар етін, жаңағыдай климат контролі деген сияқты барлығы бар етін. Бірақ сіз европалық автокөлікке, неміске қараған кезде, жапондықтар қараған кезде арзан алатын едіңіз, бірақ сізде барлығы бар. Қазіргі таңда ондай емес. Қазіргі таңда кореялықтар Европаның артынан кетіп бара жатыр. Өзінің автокөлігін 3 түрлі сегментке бөліп тастайды, арзан, орташа, қымбат қып. Енді қайтеді, оларды бұл үшін де кінәлауға болмайды. Сол себепті қазір тірі қалу керек нарықта. Алпауытты мына жағында жапондықтар нарықтың бәрін жаулап бара жатыр, барлық клиенттерді алып бара жатыр. Мына жақта европалықтар, немістер бар, өзінің көліктерімен нарықты жаулап бара жатқан. Сол себепті бұлар да өз кезегінде өзінің дара жолын салып, европалықтарға арнап көліктерін жасап жатыр. Так, көлікті қалада айдап, қазір өзін қалай сезінетін туралы көрейік. Қауіпсіздік белдікті бірінші мезетте тағу керек. Ал кеттік. Жалпы ойқыз кедір-бұдыр желдермен қазір жүріп тексеріп көріп жатырмын. Жалпы подвескасы, аспасы дейді ғой қазақша. Өте жақсы, мягкий. Мына жерде полосқа келдік. Бас көрейік трассада. Жалпы 100-ге 10 секунд жетеді. Орыннан қиналу қиын. 100-ге
километрге 12 секундта. Көлікте отырған кезде бір далада жүрген сияқты шум бар. Байқасаңыз, газдың тетігін басқан кезде мотордың аңыраған дауысы шығады. Бұл енді бұл сегменттегі автокөлікке өте қолайсыз жағдай. Алдыңғы буыннан қараған кезде бұл көлікте амортизациясы басқаша орналастырып, өте жеңіл, жаңағыдай кедір-бұдыр жолдармен жүрген кезде өте байқамайтын деңгейде жасалғаны көрініп тұр. Мына алдымызда осы S сегменттегі кластың нағыз бәсекесі Corolla. Тура менің алдыңғы көлігім сияқты екен. Маған орнынан алғандағы әсері ұнамады. Өте бір ауырлау қозғалады. Жалпы салмағы қатты ауыр емес бұл көліктің. Тонна 100 килограмм. Соған қарамастан бұл кішкене бір динамика, бір керемет күш жоқ. Енді қайтесіз 128 аттың күші бар. Бұған да енді қатты кінәратуға болмайды. Бірақ бұл көліктің ең бастысы минусы мен айтатын едім. Дыбыс, шумдық изоляциясы. Қазір байқайсыз ба, соңғы 4-5 жылдағы шыққан көліктер, жаңа көліктердің көбісінің шумдық изоляциясы өте нашар, қазір аңғыратып, далада отқан сияқты сезім танытып жатыр. Басқарылуы өте жақсы, былай. Ол жағынан ешқандай мін бар деп айта алмаймын. Менің жеке тарихыма оралсақ, Hyundai Elantra көлігі менде болған, бірақ 5-ші буыны болған. Бірақ көп жағдайда маған 5-ші буынның сыртқы бір керемет шанағы ұнайды, өте әдемі, бір агрессивті. Достар, осындай көліктерді бізге шолу жасауға мүмкіндік берген Алмакар компаниясына көп алғыс айтамыз. Егер сіз Алматы қаласында болсаңыз, немесе Алматы қаласына қонаққа келетін болсаңыз, тәулігіне 10 000 теңгеден бастап көлікті жалға алып Алматы қаласын кеңінен саяхаттасаңыздар болады, достар. Төменде сілтемесін қалдырамыз, сайтына кіріп, барлық ақпаратты білсеңіздер болады. Қорытындылай келе, кореялық Hyundai Elantra автокөлігіне 6,5 миллион теңгеңізді қалтаңыздан қиып шығарып беретін болсаңыз, онда бұл көлікті алыңыз. Ешқандай помсыз шын көлік, көп миыңызды ашпайды, көп бензиніңізді ішпейді, қосалқы бөлшектері қатты қымбат та тұрмайды. Ендеше алатын болсаңыз бұйырсын, алмайтын болсаңыз келесі бағдарламаларда тағы да керемет бір көліктерді сіздерге таныстырамын. Әлі алда талай қызықтар болады, әлі алда талай лайфстайлдар болады, шоулар болады. Біздің арнамызда қалыңыздар, тіркеліңіздер, төменде комментарий жазыңыздар. Төменде келесі бағдарламаларда қандай көлік көргіңіз келетініңізді жазыңыздар. Бірге болыңыздар. Ассаламуағалейкум.